Бүгінде зейнеткерлерге мүмкіндігінше жағдай жасалуда. Зейнетақының аз бөлігін жылжымайтын мүлік және өзге де салық түрлеріне төлеу қарт адамдарға оңай емес. Расында да зейнеткерлерге мүмкіндігінше салықтан босату мәселесі қалай шешілуде? Қазақстанда зейнеткерлер мүлік салығын төлей ме? Тақырып қызықтырса, видеоны толық қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақстанда бөлек тұратын зейнеткерлер оның құнының 1000 айлық есептік көрсеткіш шегінде мүлік салығынан босатылады. Кейбіреулер төлемеуі мүмкін, ал кейбір бенефициарлар төлеуі мүмкін. Мүмкіндігінше пәтерлер, үйлер, жер учаскелері, гараждар, ғимараттар, сондай-ақ басқа да құрылыстар мен үй-жайлар сияқты жылжымайтын мүліктері бар қазақстандықтар жыл сайын жеке мүлік салығын төлеуге міндетті екені белгілі. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес зейнеткерлер тұрғылықты жер бойынша тек зейнеткерлік жастағы адамдар ғана тіркелген болса, мүлік салығын төлеуден босатылады. Ал содан кейін барлық салық салу объектілерінің жалпы құнының 1000 айлық есептік көрсеткіш шегінде ғана. Биыл, яғни 2025 жылы 1 айлық есептік көрсеткіш 3392 теңге екенін еске саламыз. Бұл жеке тұратын зейнеткерлердің салықты есептеу үшін пайдаланылған мүлкінің құны 1000 айлық есептік көрсеткішке, яғни 2025 жылға 3,932 миллион теңгеге немесе 2024 жылға 3,7 миллион теңгеге төмендегенін білдіреді. Яғни мұндай жәрдемақылар салықты төлеуден толығымен босатпайды. Бірақ салық салынатын базаны және сәйкесінше төлемнің соңғы сомасын азайтуға септігін тигізеді. Жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеуден ішінара босатылатын тұлғалар. Оған кімдер жатады? 1000 айлық есептік көрсеткіш шегінде Кеңес одағының батыры, социалистік еңбек ерлері, халық қаһарманы, Қазақстанның еңбек ері атақтарымен марапатталған, 3-ші дәрежелі даңқ және отан ордендерімен марапатталған адамдар, көп балалы аналар, батыр ана атағы және алтын алқа алқасымен марапатталған жандар. 1500 айлық есептік көрсеткіш шегінде Ұлы Отан соғысының ардагерлері және жеңілдіктері бойынша оларға теңестірілгендер. Басқа мемлекеттердің аумағындағы соғыс қимылдарының ардагерлері, жанқиярлық еңбегімен мінсіз әскери қызмет үшін бұрындары КСР ордендермен және медальдармен марапатталған адамдар. Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда, сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусымнан 45 жылдың 9 мамырға дейін кемінде 6 ай жұмыс істеген, қызмет еткен, марапатталмаған адамдар, мүгедектер салықтан босатылатын болады.